Я солай досым. Ажырасқанымызға 4 жыл болды. Балаларымды қатты сағынып жүрмін. Сонда 4 жылдан бері балаларыңды әлі көрген жоқсың ба? Көргім ақ келеді. Бірақ әйеліме қырсығып, еркектік намысым жібермей тұрады. Сонша қырсығатындай не жағдай болып еді өзі? Болмайды нәрсе. Бірдеңе болса болды, ажырасам, кетем, сенсіз ақ өмір сүре аламын. Қазір заманда бай жоқ әйелдер жақсы өмір сүреді. Сенсіз ақ бала шағаны бағам, сөйтіп намысқа тиеді. Досым, бұл өмірде болмашысына сабыр ете алмасаң, Алланың берген туған балаларыңа ие бола алмасаң, Құдайдың сауабынан қалай үміт етесің? Ақыретке иман келтіріп, шын сенетін адам отбасының ойранын шығармайды, алған аманатына қиянат жасамайды. Жұптасып отбасы болу Алланың берген нығметі. Сен әйеліңе қырсықсаң, әйелің саған қырсықса, балалардың болашағы не болмақ? Я дұрыс айтасың досым. Ақылың орынды. Ертең балаларын көруге барам. Әйелімнен де кешірім сұрайым. Жарайсың. Адасқаның айыбы жоқ, үйірін тауып қосылса деген. Шынымды айтсам, соңғы кездері қалай барсам екен деп ебін таппай жүредім. Саған рахмет досым. Сенің мына сөздерің мені қамшылағандай болды. Қалайсыңдар? Саған кірсем бола ма? Иә, кел. Гүлнәр, сені кешірім сұрау үшін келдім. Сендерді әбден қатты сағындым. Сенде асыл жарым мен кереметтей балаларымның қадіріне жетпей, асыл шешім қабылдаппын. Мен кешіріңдерші. Менің бар байлығымда, бақытымда ма сендерсіңдер. Біз енді тату тәтті үлгілі отбасы боламыз. Мен саған уәде беремін. Кешірші мен. Балаларым қайда? Олар әкелерімен қыдырып кетті. Балаларға бересіз.
бір бетке мінезім ай. Әйелімен ерегісем деп жүріп басымдағы бақытымнан айырып қалыппын ғой. Әкелерімен кетті дей ме? Қайдағы әке? Олардың әкесі мен емес пе? Ай, ақымақ басым ай. Не болып кетті өзі? Қане бәрің асықпай түсіңдер. Расул, пакетті ұмытып кетпе. Әке, артта багажды ашып жібересіз ба? Менің суым қайда? Пакетке сағамын, жүр үйге барып аламыз. Балалар, күлікті ештемелерің қалмады ма? Жоқ әке, істемей қалмады. Айтты ғой саған жеңіп қаласың деп. Ту, мен жеңілмеймін, кел қайтадан ойнаймыз. Сені жеңу әшейін ғой, кел ойнасақ ойнайық. Ту, аға, сіздікі дұрыс емес, болмайды ғой. Жеңілген күреске тоймайды дейді, кел ойнасақ ойнайық. Аға, қойсаңыз, сіздің жасыңыз үлкен ғой. Тыныш отсаңдар, қазір анашым есте сөйлейді. Сендер анашым жай ойнасын деп жатыр ғой, неге тыңдамайсыңдар? Сендерге не деп жатыр, а? Неге қолғаспайсыңдар? Адам деген бір айтқан екен қой көрек қой. Отаңдар жыбырламай. Енді амал жоқ. Ештеңені өзгерте алмайсың. 4 жыл бойы хабар алмаған кінә өзіңнен. Барлығы үлкейіп өсіп кетті. Мен оларды құшақтап, иіскеп, мауқымды баса алмадым. Жүрегіме қатты батқаны, бөтен еркекті әке деп атағандар. Сен түсініп отырмын. Сол балаларға әке боламын деп әйелің үйленген шығар. Кім білсін? Досым, енді барлығы уақыттың еншісінде. Анашым, бағана бізге әкеміз дауыс көтеріп ұрсып берді. Енді өздерің қой дегенде қоймадыңдар ғой. Енді мен оны әке деп айтқым келмей қалды. Үлкен болғаннан кейін сендерге ұрсады, ақыл айтады. Енді немене, кішкене дауыс көтерді екен деп соған ренжисіңдер ма? Мен де сендерге ұрсам, арасында айқайлайым. Ренжімейсіңдер ғой соған. Анашым, сіз біздің туған анамсыз ғой, ал ол басқа. Тыныш, олай деп айтпа. Естісе ренжіп қалады ғой. Тырысып жүр ғой, жақсы әке болам деп қалайды. Қыдыртып жатыр, көңілдеріңді аулап жатыр. Енді не дейсіңдер? Анашым, өз туған әкеміз неге жоқ болып кеткен? Болды, артық сөзді доғарыңдар. Әкем туралы сөз қозғасақ, үнемі сөзді басқа жаққа бұрып кетесіз. Менің сендерге базарлығым бар, ұмытып кетіппін ғой. Оны неге сонша жасырып қойғансыз? Алақай, маған ойыншық. Мынау менің кішкентай кезімде ойнайтын ойыншығыма ұқсайды екен. О, мен жақсы көретін машина. Сендердің әрқайсың мен үшін баласыңдар. Алғым келді, ала салдым. Мына гүлдер қайдан келген? Оны пардис берді. Анашым сізге деп. Әдемі, иә, гүлдер, әдемі. Саған қашаннан бері гүл сыйлайтын болған олар? Енді қызымыз бой жетті ғой.
біреу берген шығар оғанда. Маған айтпайды ғой кім екенін. Жоқ, сен сонда да бүгін басқаша көңілсің. Не болды, қызғанып тұрсың ба? Қызғансам не болыпты? Келіншегім емессің бе? Талғат, жайырақ, балаларды шоштасын ғой. Діңкілдеме маған. Сенің тілің шығайын депті. Талғат, болды, жетер, доғар. Айқайлама маған. Мен сені күйеуіңмін. Ал мен сенің әйеліңмін. Тиіспеңіз мен анашыма. Тұршы, бұлай шағыласпай. Тиме балаларға. Тиіспеңіз анашыма. Мен қорқамын, анашымды ұрмаңызшы. Болды, тыныш қорықпаңдар. Екінші маған сөз қайтаратын болсаң, менен жақсылық күтпе. Мен енді ол кісіні әке деп айтқым келмей қалды. Іштей қалмасақ та әке деп айтуымыз керек, басқа амал жоқ. Өз әкеміз қайда жүр екен, мен оны қатты сағындым. Егер менде әкем көрінбеді, бізді іздеп келсе ғой. Босқа үміттене бермеңдер. Мүмкін әкеміздің өз отбасы, басқа балалар бар шығар. Ол да мүмкін, өйткені анашым әкеміз туралы ештеңе айтқысы келмейді ғой. Балалар, әкелеріңнің айқайларынан қорып қалмадыңдар ма? Жоқ анашым, бізде бәрі дұрыс. Сізде ше ешіңіз алып қалған жоқ па? Маған ештеңе болған жоқ, уайымдамаңдар. Басты сендер қорықпаңдар. Сендерге ешкім тиіспейді. Сонда да әкеміз қатты өзгеріп бара жатыр. Алғашқыда жақсы болып, бізді көп қыдыртатын, соңғы кезде көп ашулана береді. Анашым, сізден бір нәрсе сұрасам бола ма? Ау, айта бер қызым, не болды? Кешегі пакеттегі базарлық кім әкелді? Әкем келді ме? Базадағы гүлді де әкем әкелді ме? Иә, әкең келді қызым. Кешірім сұрап кепті. Бірақ енді бәрі кеш қызым. Менің күйеуге шыққанымды естіп кетіп қалды. Енді ешқашан кешірмейтін шығар. Олай болса неге күйеуге тидіңіз? Бардис, түсінесің бе, мен сендерді жалғыз асырай алмас едім. Оның үстіне сендерді әкесіз қалдырғым келген жоқ. Әкесіз болмасын десеңіз, өз әкемізде неге ажырасасыз? Соны басында ойламадыңыз ба? Жүріңдер, сендерді анашым шақырып жатыр. Тамақ ішеміз дейді. Бұсыңдар, сіз не тыңдамайсыңдар? Ана үйде ма? Әкема, я ол үйде. Анашым айта салшы, аш емеспін, кейін ішемін. Мен де бармаймын, оны көргім келіп тұрған жоқ. Жарайды, жүр кеттік. Балаларды шақырдыңдар ма? Олар ішпейміз, қарнымыз тоқ дейді.
Көп сөйлемесін, барып қайтып шақырыңдар. Қызықпа деймін, ыстықтай тамақтарын жеп алсын. Бәрібір қазір келмейді. Кейін ішеміз дейді. Ана кісі ішіп болған соң. Қызым, О, қалайсыңдар балалар? Балалар, сендерге айтатын әңгімем бар. Кешегі қылығым үшін сендерден кешірім сұраймын. Менікі дұрыс болмады. Ашуға бой алдырып, кішкене артықтау кеттім. Ал, тамақтарын ішіңдер, ас болсын. Не істеп жатсыңдар? Сендерден сұрап жатырмын, ей. Неге жауап бермейсіңдер? Жіберіңізші, жауап кетті, сабақ оқып жатырмыз. Неге тамаққа шақырғанда бірден келмейсіңдер, а? Әлде менің отырған жеріме келгілерің келмеді ма? Мына үйде менің айтқаным болады, ұқтыңдар ма? Сендердің шешелеріңнің емес. Мен сендердің әкелеріңмін. Мені әке деп сыйлауларың керек. Менің айтқанымды екі етпей орындайсыңдар, ұқтыңдар ма? Сендерге айтып жатырмын, ей. Бері қара. Ұқтыңдар ма деймін. Бар сен, менің аяқ киімдерімді тазала. Ал сен менің машинемді сүтіп қой. Мен шыққанша дайын тұрсын. Айнада етесің, бар тез. Көрсетемін сендерге. Тапқан екенсіздер, тегін асыраушы екен. Бағдаулет, не істеп жатырсың? Көріп тұрсыз ғой не істеп жатқанымды. Неге көңіл күйің жоқ? Әкем ғой. Әке тағы дауыс көтеріп бірдеңе деген ғой, сізден жасырып тұр. Не болды, шыныңды айтшы, не деді? Ештеңе деген жоқ. Жай машинаны сүртіп қойсын деді. Біз кафеден тамақ ішіп келе жатырмыз. Сендерге құлдық алдық, жүріңдер жеп алыңдар. Қазір жемеймін. Алдымен көлікті тазалап алайын. Сендер кіре беріңдер. Аяқ киім тазалап отырсың ба? О, келдіңдер ма? Немене балалардың әрқайсына жұмыс тауып беріпсің ғой біз жоқта. Гүл іздеп тұрсың ба? Оны мұсырға тастап жердің. Оны әр көрген сайын ашуым келіп, басыма қаным шауып тұрады. Сенен өтінем. Мен үшін ашуыңды балалардан алмас, жарай ма? Маған не десең де көтерем, бірақ балаларға тиіспеші. Неге? Олар менің де балаларым емес па? Әкесі ретінде менің де дауыс көтеріп, оларға ұрсуға хақым бар. Дұрыс қой. Дегенмен сәл көңілдеріне қарашы.
Алла, менің күнәларымды кешір. Сенің берген бағыңды ұстап қала алмадым. Айранда үйіп отырған отбасымнан ажырап, балаларымды өз әкелерінен айырдым. Жаңылдым, шалыс бастым. Бәрі де өкінішті, артқа қайтар жол жоқ менде. Енді тек тағдырыма көнем, басқа амалым жоқ. Тек менің жасаған қателіктерімді ешкім жасамаса екен, әр бала өз ата-анасымен бірге болсын деп тілеймін. Әумин.